Осман империясы әлемді дүрліктірген алып империя. Империя 15-17 ғасырларда үш құрлыққа жайылып оңтүстік шығыс Европа, таяу шығыс және де солтүстік Африканың басым бөлігін билеген. Батыстағы Марокконың Атлант жағалауынан шығыстағы Парсы шығанағының жағалауына дейін, солтүстік Украинадан оңтүстіктегі Сомалиға дейінгі аймақты қамтып жатқан алып империя. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл қазақ тілді контенттің дамуына үлкен септігін тигізеді. Айтпақшы, менің арнамда 98% адам тіркелмей көреді екен. Қарасаңызда тіркеліп көрсеңіздерші. Ендеше біз видеомызға оралайық. Осман империясы. Бұл мемлекет 6 ғасыр бойы батыс пен шығысты байланыстырып отырған алып империя болды. Осман империясы өзінің шарықтау шыңында 42 уәлияттан тұрып, оған бағынышты Валахия, Молдова және Трансильвания князьдіктері Осман империясына алым-салық төлеп отырды. Енді осындай алып империя қалай құрылды? Ең алдымен 6 ғасырда қыпшақтар күшейіп оғыздарды талқандайды. Оғыздар негізінен Орта Азияны мекендесе, қыпшақтардан жеңілгеннен кейін өз жерлерін тастап қашуға мәжбүр болды. Оғыздардың құрамында селжұқ тайпалары өте көп болды. Сондықтан олар жеке бөлініп, селжұқ Тоғылбектің бастауымен Хорезмді, Иранды, Әзірбайжанды және де Грузияның кейбір аумақтарын жаулап алып өз мемлекетін құрады. 1071-81 жылдары Кіші Азияны бағындырады. Енді ғана гүлденіп, өркендеп келе жатқан селжұқ мемлекетін моңғол шапқыншылығы қиратады. Осыдан кейін селжұқтардың орнына 1299 жылы Осман Гази Осман мемлекетін құрады. Осман мемлекеті көп ұзамай империя дәрежесіне де жетеді. Елді құрды, енді тек саудамен айналысады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Осман мемлекеті құрылғаннан кейін әлсіз елдерді тас-талқан етіп отырды. 1352-54 жылдарда Осман империясы бірқатар жорықтар ұйымдастырып, Дарданелл жағалауын, Галиполь және де бірқатар қалаларды басып алды. Әрине, түріктер өте көп жерді бағындырды. Енді біз түріктердің империя дәрежесіне жеткенін қарастырайық. Ең алдымен түріктер бірқатар ұсақ жерлерді бағындырып отырды. Енді кезек, бұрындары өте мықты болған мемлекет Византияға да жетеді. Ол ең алдымен Византияның астанасы Константинопольді бағындырғысы келеді. Бұл жорықты басшылық еткен екінші Мехмет Сұлтан болды. Ол 1953 жылдың сәуірінде 200 мың әскермен Константинопольді қоршауға алады. Осыдан кейін 1953 жылдың мамыр айында Константинопольді қиратады. Константинополь қаласын бағындырғаннан кейін Византия империясы өмір сүруін тоқтатады. Тіпті оның соңғы императоры Константин VI шайқас үстінде қаза тапқан. Осыдан кейін түріктер Осман империясы деп жарияланады. Осман империясының астанасы болып Стамбул, яғни бұрынғы Константинополь жарияланады. Түріктер тек қана мықты ғана емес, сонымен қатар айлакер болған. Яғни олар жаулап алған елдерден балалар мен жасөспірімдерді алып, оларды янычарлар қатарына қосты. Яғни олар өскен соң соғыстың алдыңғы шебінде жаяу әскер болып соғысты. Янычарлар Осман империясының 1365-1826 жылдардағы қарулы күштерінің тұрақты жаяу әскері болды. Олар ауыр атты әскерде, ретсіз жеңіл атты әскерлерде бола алатын. Янычарлар Осман империясындағы әскердің негізін құрады. Олар ресми түрде сұлтанның жеке жауынгерлері гвардиясы құрамына кірді. Янычарлар Осман империясында полиция, күзет, өрт сөндіру және қажет болған жағдайда жазалау қызметтерінде атқарды. Бұлайша алғанда янычарлар басты әскер қатарында болды. Енді олар Осман империясынан қалайша Түркияға айналды. Яғни қазір біз Осман империясының құлауын талқылаймыз. Негізінде ешқандай империяның, мемлекеттің құлауы бір күнде не бір айда жүзеге асатын дүние емес. Бұл өте ұзақ тарихи процестің нәтижесінде жемісін беретін құбылыс. Сол сияқты Осман империясының тарих сахнасынан кету процестері де бірнеше ғасырға созылады. Анығырақ айтқанда 15 ғасырдың екінші жартысынан османдықтар билігінің артта қалу кезеңінен басталады деп айтуға болады.
Жалпы Осман мемлекетінің армиясы Сүлеймен патшаның кезінде әлемдегі ең заманауи әскерлердің бірі еді, және халифат ретінде ең үлкен жетістіктеріне де сол кезде жеткен болатын. Осман империясының негізгі әскери күшін сауытты әскерлер мен жаяу әскерлер құрайтын. Адами ресурстардан басқа Осман патшалықтары жаңа қаруларға, зеңбіректерге көп мән беретін. Мысалы, 1453 жылы қуатты қамалдармен қоршалған Константинопольді Фатих Сұлтан венгриялық зеңбірек ұстасы Урбанның соғыс қарсаңында ойлап тапқан жаңа алып зеңбіректердің арқасында Константинопольді алғаны көпшілікке мәлім. Сондай-ақ Стамбул алынғаннан кейін де қалада бірнеше зеңбірек шығаратын фабрика іске қосылды. Осман патшалары басқа жерлерді жаулауға шыққанда әскермен бірге 100 зеңбіректерді алып шығатын. Бұл оларға тас қамалдарды, бекіністерді қиратуға керек еді. Тағы бір ескеретін жайт, 1365 жылы бірінші Мұрат тарапынан құрылған яничар әскерлері Еуропадағы ең алғашқы құрылған жүйелі армия болып саналады. Бір тараптан қылыштасу өнерінің шеберлері болып табылатын жүйелі яничар жасақтары османдықтардың еуропалық қарсыластары алдында соғыста үстемділік етуіне үлкен үлес қосты. Дегенмен 15 ғасырдың соңында Еуропада жылдам атылатын винтовкалардың шығуымен османдықтар соғыста бұл үстемділіктен айырылды. Ең алғаш Осман армиясының қарсыластарынан қару-жарақ алаңында артта қалғаны 1565 жылы Малта соғысындағы жеңілісте білінді. Ал 1593-1606 жылдары Австриямен ұзаққа созылған әскери тексерістерде Осман империясының жаяу әскері ескірген қару-жарағы Еуропа елдерінің заманауи армиясының алдында түбегейлі тиімсіздіктерін көрсетті. Сондай-ақ 1572 жылы Испан флотынан жеңілгеннен кейін Осман империясының теңіз күші 1533 жылдан бері жалғасқан жерорта теңізіндегі үстемділігінен айырылды. Бұл оқиғалардан соң әскери саяси сахналарда таразының басы шығыстан батысқа қарай ауды. Міне осы қарулану саясатында артта қалудың артынан келген жеңілістерден кейін державаның шөгу кезеңі басталды. Бірақ осы тұста өздерінің жаңа технологияда артта қалып бара жатқандарын біле тұра, неге османдық билеушілер армияны, қару-жарақты бастікіндей қалыспай жаңартпады? Өйткені османдық сұлтандар жаңашылдықтарға әрдайым ашық еді, және де әскерлерін заманауи қылуға да тырысты. Алайда бірде сарай ішіндегі келіспеушіліктерден, бірде билікке әсері болған ескі әскер яничарлардың бас көтеріп қарсылық білдіруінен бұл реформа жүзеге аса қоймады, немесе бұл процесс баяу жүрді. Дегенмен 19 ғасырдың екінші жартысында Осман патшасы 2-ші Абдулхамид кезеңінде әскерді жаңарту мәселелері де біраз қадамдар жасалды. Ол неміс офицерлерін елге әкеліп, жаңа батыс үлгісіндегі әскер дайындатқызды. Заманға сай қару-жарақ шығаратын неміс фабрикалар салынды. Алайда бұның бәрі империяның қайта жандандыруына қатты әсері бола қоймады. Осы себептен де, және де елдегі келіспеушіліктердің әсерінен де Осман империясы ыдырады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл қазақ тілді контенттің жоғарылауына үлкен септігін тигізеді.